Сәлеметсіздер ме оқушылар? Алғашқы әскери дайындық сабағын бастаймыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз түрлі қайғылы оқиғалар кезінде алғашқы медициналық көмек көрсету. Бұнда енді сіздерге өмірде кездесетін түрлі бақытсыздық жағдайлар, адамның қателіктерінен болатын жағдайлар, қайғылы оқиғалар туралы түсініктеме беріп кеткім келеді. Бірінші жағдайды қарастыратын болсақ, бұл бізде мұздап қалу, не болмаса үсу, адамның үсік шалуы, адамның денсаулығына көп зиян келтіреді. Бұл үсу енді төмен температураның ұзақ уақыт әсер ету салдарынан адам ағзасында тіндердің зақымдануы пайда болады. Тіндердің шектеулі түрде зақымдануы үсу. Ал ағзаға төмен температураның жалпы әсер етуі кезіндегі органдар мен тіндерден терең өзгерістер жалпы мұздау деп аталады. Бұнда енді өздеріңіз білесіздер, суық ауада, қысты күні аязда, не болмаса мұздың үстіне шығып суға түсіп кеткен кездерде болатын осындай бақытсыздық оқиғаларына байланысты болады. Келесі слайдтарға қарап отырсаңыздар, бұнда біз сіздермен осы үсік алу жағдайларын қарастырып кетеміз. Үсіктің дәрежелері, бұл бізге дәрежелерін білу, қандай көмек көрсету керектігіне көзіміз жеткізу үшін. Енді алғашқы көмек көрсету жағдайлары. Адамның суымен қатар тағы да күндер ыстық ауа райы кезінде адам баласына ыстық өту жағдайларда қарастырып кетеміз. Бұнда енді біз көбіне қолданатын сөз күн өтті деп айтып атамыз, иә балалар. Сол күн өтті дегеніміз бұл тікелей түскен күн сәулесінің ұзақ уақыт әсер етуінен болатын, немесе ыстық, нашар желдетілетін бөлмеде жоғары температура жағдайында жұмыс істеу салдарынан дененің қызып кетуі. Зардап шегуші шұғыл көмекке мұқтаж болады. Оны таза ауаға, көлеңкеге шығарып, киімін шешу керек. Содан кейін салқын сусын беріп, басына суық компресс қояды, суық су құяды, немесе суық нәрсеге орайды. Келесі слайдтарды қарайық. Ыстық өтудің себептері міне сіздерге көрсетіліп кеткен. Белгілері сонымен қатар. Және ыстық өткендегі алғашқы көмек көрсету. Тағы да көп кездесетін бақытсыз жағдайлар бізде балалар, ол электр тоғынан жарақаттану. Бұны енді өздеріңіз білесіздер, қазір біздің дамыған заманда көптеген үйдегі, тыстағы, не болмаса қызмет орындарындағы істер бәрі осы электр қуатымен жүргізіледі. Сондықтан білмегендіктен көптеген жағдайда осы электр жарақатын ала барады адамдар. Соны қарастырып кетейік. Бұл енді электр жарақат, бұл найзағай. Өздеріңіз білесіздер, найзағайда бізде электр жарақатына түседі, адам баласына түсетін болса. Немесе жоғары кернеулі электр тоғы әсер ету кезінде пайда болған электр тоғымен зақымдану. 100 ваттан жоғары кернеулі тоқ әсері қауіпті, ал 500 ваттан жоғары тоқ әсері өлімге соғады деп есептеледі.
Енді өздеріңіз көріп отырсыздар. Келесі слайдқа қарайтын болсақ, электр жарақат алған алғашқы адамға алғашқы көмек көрсету. Бұнда бізде міндетті түрде тоқтан ажырату керек. Адам электр жарақатын алған кезде содан кейін барып қана көмек көрсете аламыз. Өйткені өзіміз жоққа түсіп қалу қаупі болады. Алғашқы медициналық көмектің оқып танысуларыңызға болады. Және де сонымен қатар балалар. Сонымен қатар бізде тағы да көптеген жиі кездесетін бақытсыз жағдайлар ол адам баласының суға кетіп қою кезіндегі қандай алғашқы көмек көрсетуін білуіміз керек. Сонымен қатар адам өртке шалдыққан жерлерде от тисе денесіне, не болмаса үстіндегі киімге тисе, бұл да қайғылы жағдайға жатады. Және де көптеген кезде бізде адам тоқ соққанда, суға кеткенде, не болмаса өртке шалдыққан кездерде біз алғашқы көмек көрсету керек болып қалады. Ол жүрек жұмысы мен тыныс алуды қалпына келтіру тәсілдері деген сияқты. Бұған енді біз машықтануымыз керек. Өкпені қалай жасанды желдету керек, тыныс алу, адам баласына тыныс алу үшін. Соның бәрін оқып танысып отырасыздар. Назарларыңызға рахмет.